Армысыздар халқымыз, бүгін біз өз отбасымызбен ұрпақтан ұрпаққа жеткізу мақсатында өз қолөнерімізді көрсетуге келіп отырық. 61-ші жалпы білім орта мектептің 1-ші топ тәрбиеленушісі Таспенова Раушан Азаматқызы, әжесі мен анасы. Армысыздар ағайын, амандасып ағайын, тамымдардың ұрпағы Таспеновадан бастайын. Әжем аты Жаным, екеуі күнім деп, анам аты Айнагүл, нәпелейді көрем деп, өзім аты Раушан, гүлде жайным жасым есте. Бақыт апай ұстазым, аямайтын білгенім, тыңдап алтын ұстазды, ақылда боп өсемін. Әжетаусыз не істеп жатсыз? Мен саған портрет оқиын деп жатырмын. Осы жіппенен. Осы жіпті қойдың жүнінен жасалады екен. Қойдың жүнін бірінші мына ұршықпен үйреді. Осындай ұршықпен үйріп, жіп болып шығады жіптен, жүнінен. Сосын әртүрлі пайдалы тоқымаларды жасайды. Бас киім, қолғап, шұлық, сондай заттарды пайдалы тоқиды. Әжетау ауыл не? Мен мынау тоқитын ине. Осы инемен, осы жіппенен мен саған портрет тоқып беремін. Әжетаусыз маған үйреттіңізші. Үйретейін, ботақан, үйретейін. Бері, отыр қасыма. Ұстайсың инені. Қолмен тоқылған киімдер бұрыннан ата-бабамыздан бастап сәнді және жоғары бағаланады. Ботақан ең қымбат зат, ол қолмен жасалған бұйымдар деп есептеледі. Тоқу үшін адамға ең бастысы сабырлық керек. Осындай тоқма, осындай бұйымдар шығады. Жазғы жедел, қолбақ, бас киім, жемпір, неше түрлісі. Мындай ақ түсті. Неше түрлі жасауға болады бұйымдарды. Так, қояды. Вот осындай жіппенен әртүрлі пайдалы киімдер шығады. Осындай жіппенен мен саған ботақан тұрағы. Портрет тоқып бердім. Яғында. Айналды бұлай. Ұнады ма саған шықаным? Әдем болып шықты ма? Әжетау. Рахмет. Берейін, әрине берейін ботақан, қошақан. Қолдар жайында. Жай қолымды жамағат, мен бір бата берейін. Қыдырата қолдасын, арманың орындалсын. Қайда жүрсен де жұлдызың жарық болсын. Бақытты қыз бол, өсе бер. Аумин.